Сәлем достар. Бүгін біз қалай үздік оқушы болуға болады, сол жайында әңгімелесеміз. Бірінші, бізде күн тәртібін құрып үйрену қажет. Бұл міндетті түрде. Күн тәртібін құрған адам күн тәртібі бойынша жүру қажет, және де сол болады. Сосын екінші, керек кітаптардың бәрін алдыға қойып алу керек. Болатын сабақтарды міне осылай. Сосын ол сабақтарды біртіндеп ашып оқимыз. Мысалы, әдебиетті оқума соны ашыңдар. Үй тапсырмасын орындап алыңдар. Оқып жазатын жазып алыңдар. Орыс тілден де солай, үй тапсырмасын орындарыңдар. Музыкадан да, еңбекке баулудан да, бәрінен осылай орындап алыңдар. Сосын үшіншіден, үй тапсырмасын орындап болдамыз ғой. Одан кейін қосымша тапсырмалар орындау маңызды. Төртіншіден, сабақ оқуға 1 сағат уақыттарыңды бөліңдер. Жарай ма? Сол кезде үздік оқушы боласыңдар. Сендермен бірге болған Айсере, Ханшайым каналы. Всем бай-бай.